Пнула ей. Кейбір өлген елестер бұл өмірді тастамай адамдарды әртүрлі істермен қорқытып жатады. Солардың бірі қуыршақтар. Кейбір қуыршақтар өздігінен қимылдаса, кейбіреулері түсініксіз дыбыс шығарып жатады. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге видеоға түсіп қалған жын қаққан қуыршақтар жайлы айтамын. Бұл видеода анасы қызына әртүрлі сұрақтар қойып отырады. Сол кезде қыздың ар жағындағы қуыршаққа кенеттен жан кіріп, фильтрді ысырып жібереді. Осындай іспен өзінің не істей алатынын көрсеткісі келген. What's his name? Lovable. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so cute. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so... Ал мына видеода әкесі қыздың жаңа қуыршағымен видеоға түсіріп тұрады. Қыз қуыршақтың қолын ұстап отырғанда, кенеттен қуыршақ қызға қарау үшін басын бұрады. Сол кезде қыз қатты шошынады. Tô filmando. Caralho. Dori, a boneca tá se mexendo. Бұл видеоны 6 жасар қыз өзінің қуыршақтарын құрбысына көрсету үшін түсіріп жүреді. Кенеттен қыз байқамаған сәтте бір қуыршақ көзін жыпылықтатады. Бұл қыз осы үлкен ханшайымын көптен сатып алғысы келіп жүрген. Ақыры арманына жетіп, құрбысынан суретке түсінуін өтінген. Бірақ қыз қуыршақтың өзіне қарап тұрғанын көргенде қатты қорқып қалады. Көптен күткен арманы қазір қайда жатыр екен? Бұл видеода жігіт өзінің көрермендерімен стримде сөйлесіп отырады. Кенеттен артындағы қуыршақтың қолы зыбырлай бастайды. Қызық, бұны көрген көрермендері бұл хабарды айтқанда жігіт қандай күйде болды екен? Circles and then just click following. That'd be awesome. It'll only take like a few seconds and that'll get me to 1000. Мына видеода кішкентай көңілді қыз өзінің Барби қуыршақтарымен ойнап отырады. Қуыршақтың бірі қыздың көз алдында басын бұрғанда, оның қуанышы қорқыныш пен үрейге толады. Sora, vem comer. Tá bom! Видеоны түсіріп жатқан жігіт бұл қуыршақты өзінің жертөлесінен тауып алған. Шамасы 90-шы жылдардың қуыршағы. Бұл қуыршақтың несі дұрыс емес дейсіз ғой? Бұл қуыршақ кішкентай бала секілді қимылдайды. Бұл жердегі жыбырлаған қолдары қорқынышты көрінеді. Ающие. Шари есімді қыз өзінің қуыршақтар коллекциясын қорқынышты музыкасымен бірге бізге көрсетіп жүреді. Біраз қуыршақтардың арасында тығылып тұрған мына қуыршақ кадрға түсіп қалады, және оның тірі екенін көруге болады. Бұл видео өткен жылдың жазында ғаламторға жүктелген. Қарап отырып, 4 жасар бала мен бірдей қуыршақтың иесінің қасында қалай қадам басқанын көруге болады. Бірақ басқа адамдар да оны жүргізгісі келгенде, ол еш қимылдамаған. Бәлкім қуыршақ өзінің иесінен басқа ешкімге сенбейтін шығар. Кейін бұл қуыршақтың механикалық құрылыстары жоқ па екен деп тексеріп қараған. Кім біледі, бәлкім бұл қуыршақты жатқан елес өзінің иесіне ғана сенетін шығар. Бұл видео ноутбуктың веб-камерасымен түсірілген. 3 жігіт елес шақыратын ойын ойнап отырған кезде артындағы жұмсақ аю жыбырлай бастайды. 1 минут өткен соң аюдың жыбырлаған тек бір бала байқайды. Кейін аю қайта жыбырлағанда 3 жігіт оны анық көреді. Аюдың жыбырлағанына қарағанда құтты күліп тұрған секілді көрінеді.
Бұл видеодан кейін әлі де қуыршақтарыңыздың болғанын қалайсыз ба? Бәлкім кейбіреулері көрермендерін жинау үшін әдейі жасалған видео шығар, бәлкім шында шығар, кім білсін. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury, Clickbus каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де осы видеода 100 лайк жиналатын болса, онда жын қаққан қуыршақтардың екінші маусымын түсіретін боламын. Аман, сау болыңыздар.